Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге кудряшка деп аталатын өте керемет дәмді болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны көрместен бұрын каналыма подписаться етіп алыңыздар. Ол үшін біз ең бірінші електен өткізген құрғақ ұнымыздың үстіне шекерімізді, разрешитель және ванилинімізді салып, жақсылап, біркелкетіп, жақсылап араластырып аламыз. Сосын тоңазытқышта тұрған сары майымызды ұнымызға салып, жақсылап, қолмен крошка жасап аламыз. Міне, құрғақ массамыз дайын. Енді жұмыртқа және де сүтті құйып, жақсылап, жұмсақтау қамыр илеп аламыз. Міне, дайын болған қамырымызды дәл осы видеодағыдай дәл ортасынан екіге бөліп, бөлек-бөлек стрис пакетпен орап, тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Енді пирогымыздың салмасын жасаймыз. Ол үшін творогтың үстіне жұмыртқа саламыз, шекер саламыз және де манный крупамызды салып, жақсылап, дәл видеодағыдай әдемі болып, сұйық болғанша блендерлеп аламыз. Салмамыз осындай күйге енгенде дайын болады. 1 сағат уақыт өткеннен кейін оралған тесталарымызды алып, теркадан жақсылап өткізіп, астыңғы қабатын дайындап аламыз. Крошкаларымызды осылай қолмен бір текті етіп, бір келке етіп, жайып шығамыз. Сосын ортасына салмамызды салып, қалауларыңыз бойынша жидектер қоссаңыздар болады. Мен реңі әдемі болу үшін аздап малинаның вареньесін осы видеодағыдай аз-аздап салып шықтым. Екінші дайын тестамды да осылай теркадан өткізіп, үстіне бір келке етіп жайып шығамын. Дайын болған пирогты 180 градус қызып тұрған пеште 40-45 минут бойы пісіріп аламыз. Міне қыздар, пирогымыз осылай болып пісіп шықты. Пирог ыстық кезінде оны суытып, бір түнге тоңазытқышқа қалдырасыздар. Сонда пирог қатып, әдемі болып пісіп дайын болып тұрады. Міне қыздар, біздің тоңазытқыштан шыққан пирожноларымыз осылай болып пісіп шықты. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Кез келген мерекелік дастарханның көркін ашады. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.